Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге Pinduoduo'дан қандай заттар заказ берген тиімді екендігі жөнінде айтатын боламын. Кей адамдар көбіне весі жеңіл нәрселерді заказ берсек, завес бізден карго ақша алмай ма деп сұрап жатады. Жоқ, карго кез келген затқа, мысалға граммға, 100 граммға жетпесе, 100 грамның ақшасын есептеп алады. И басқа қалаға жеткізуге тағы 500 теңгедей қосады. Филиалдарға жіберу үшін. Енді бізге Pinduoduo'дан не заказ берген тиімді? Бізге көбіне киім, аяқ киім, люстра, мысалға люстра заказ берсек сынып қалмай ма, посуда заказ берсек сынып қалмай ма деп сұрақ қояды. Оларды сынбас үшін обрешетка жасау керек, яғни ағашпен жан-жағын стекло деп жазып, чтобы басқа каргоға, жаңағы машинаға тиегенде сынбайтын ұқыпты қылып орналастыру үшін. Көп адамдар мысалға мына секілді резинкаларды заказ беріп алады. Мысалы мына жақта 60 теңге болсын, 180, 200 теңге, мысалға мына жақта орехтарда тұр. Бұлардың бәрін заказ береді. Мысалы орехтар мысалы килограммен кетеді, ал резинкалар ол жақта граммда болмайды. Мысалы мәселенде оларға мысалы 500 теңге қосады басқа қалаға барған үшін, және 100 граммға қосады, сол кезде 800 теңге шығады, 1000 теңге шығады. Резинка үшін ойлап біз ол ақшаға басқа жақтан да, осы қаладан да ала аламыз ғой, маған керек емес деп көп адамдар отказ беріп жатады. Ал орешки болсын, порошок, килограмм весетін нәрселер, олар порошок алдыңыз дейік, мысалға 200 теңгеге алдыңыз, 1500 теңгеге алдыңыз, порошок заказ бердіңіз. Мысалға сіз каргоға 1 килограммға $4 делік, немесе $5 делік, 2000 теңге, 2,5 теңге дейік мейлі. Сіз 2 килограмм порошок берсеңіз, сіз 5000 теңгеге завес төлеп алмайсыз. Ол сізге өте қымбатқа түседі. Сондықтан да заказ бергенде кей дүниелерді ойлану керек та. Мен затқа заказ берсем, мысалы порошокқа заказ берсем, мен килограммына төлеймін ғой деген сияқты. Килограмммен любой заттың жаңағы өзіңіздің қалаға жеткенге 500 теңге қосып есептен, сол кезде сіздің алатын затыңыз шығады. Мәселен, мен мына спортивкаға заказ бердім. Мына жерде әдемі болып көрініп тұр. Мен ойладым, мына жерде көргенде описаниясын переводтап, мен қателігім переводтап қарамадым. Мына жерден қарасаңыз, іші утепленный секілді болып көрінеді. Көрдім барлық замогы қандай, барлығын таныстым. Сөйттім де цветін таңдадым, қара түс деп. Қара түсіне заказ бердім. Бұл жақта барлығы толық көрсетілген. Мына жерде қалыңырақ сияқты көрініп тұр. Сөйтіп заказ бердім. 29-да 9 юань екен. Ол дегеніміз біздің теңгемен 1900 теңгедей болады. Мына жерде мен весін таңдаймын, қараңыз. 185-105 деп тұрған бәрі вес 125-145 вес болады. Ол примерно XL деп заказ бергенмін. Мына жерде юань есептеймін, 29-да 9 көбейтеміз 65-ке 1943 теңге шықты. Осылай заказ бердім. Менің күйеуім примерно 80 килограммдай, ал бұл уже размер подростыққа кеткен. Заказ бергеніңізде кез келген дүниені үлкен қылып заказ беру керек екен. Сол кезде өзіңіздің размеріңіз келеді екен. Мына жерде сапасы жаман емес, жақсы. 2000 теңгеге сіз құр шалбардың өзін ала аласыз. Тігістері барлығы жақсы. Міне белінде резинасы бар, сапасы жаман емес, бірақ размер подростыққа келетін размер болып шықты. Сол себепті өте мұқият болу керек екен. Енді мұнда не заказ беру керек деген тақырыпқа жауап бере алмай жатырмын. Көбіне бізде арзан дүниеге қызықпай, бағасы
жақсы, сапасы жақсы киімге заказ берген дұрыс екен. Біз мысалы 13-те бірдеме деген мысалға 59 юань дейміз да, санаймыз, 2-3 мың теңге болса, арзан екен ғой деп заказ береміз. Бірақ та сапасы бағасына сай болады. Егер де 10 мың теңгенің затын заказ берсеңіз, оның сапасы өте жақсы болып келеді. Көбіне киімдер, аяқ киімдер заказ берген дұрыс. Арзан дүниеге қызығып, жеңіл нәрсені алып, ақшаңызды құр босқа шашпаңыздар. Керекті дүниелерді алыңыздар. Өте пайдалы. Біз қазақ мынау керек екен ғой деп заказ бере саламыз. Бірақ өте пайдалы нәрселер де бар, және қымбатқа түсетін жағдайлар да болып тұрады. Сондықтан барлығына мұқият болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алған товарларыңыз туралы отзыв қалдырыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызбен комментарийде бөлісіңіздер.